Жамбыл ауданы Жасөркен орта мектебі. Информатика 5-ші сынып. Анимациялық графиканы құру. Информатика пән мұғалімі Серікқызы Аида. Оқу мақсаты 5-3-2-2 алгоритмді сөз түрінде ұсыну. 5-3-3-1 ойын ортасындағы программалау кезеңінде лого, скретч, нысандар анимациясы мен оқиғаларды құру. Бастапқы білімді еске түсірейік. Өрмекші әдісі. Берілген сұрақтарға жауап бер. Программа дегеніміз не? Дұрыс айтасың. Программа дегеніміз қандайда бір программалау тілінде жазылған алгоритм, компьютерге түсінікті командалардың жиынтығы. Скрипт дегеніміз не? Жарайсың. Скрипт дегеніміз спрайттарды қозғалысқа келтіру үшін қолданылатын әрекеттер тобы. Скретч бағдарламалау ортасында қандай блоктар бар? Жарайсың. Қозғалыс, түр, дыбыс, қылқалам, мәліметтер, оқиғалар, басқару, сенсорлар, операторлар және басқа да блоктар бар. Квест ойыны. Learnis білім платформасы арқылы ойынға кіреміз. Ол үшін берілген сілтемеге өту керек. Сілтеме видеоның сипаттамасында бар. Сілтемеге өткеннен кейін квест ойынның терезесі ашылады. Келесі бөлмеге өту үшін есіктің құпия сөзін табу керек. Бөлмедегі жасырынып тұрған мәліметтердің барлығын іздейміз және керекті құрал-жабдықтарды қолданамыз. Ол үшін жақсылап барлығын қарауымыз керек. Барлық мәліметтерді жинағаннан кейін біз құпия сөзді анықтап, оны есікке жазамыз. Есікті ашып болғаннан кейін бізге жасырынып тұрған сөз көрінеді. Жасырынған мәліметтердің барлығын таптық. Есіктің құпия сөзі қандай екенін анықтап, оны есікке жазамыз. Және бізге Scratch бағдарламасының логотипін көрсетті. Келесі біздің сабақ Scratchпен жұмыс болады. Scratch бағдарламасы бұл анимациялық ойындарды құруға арналған. Енді Scratch бағдарламасының интерфейсімен таныс болайық. Бірінші батырма бұл тілдік нұсқаулықтарды өзгерту. Екінші батырма файл. Бұл жерде жаңа файл құру, болмаса компьютерден жүктеу және жасаған жұмысты осы компьютерде сақтау. Келесі батырма бұл редактировать, яғни өңдеу. Үшінші батырма руководство. Руководство бұл нұсқаулық. Нұсқаулықта бізде Scratch бағдарламасымен қалай жұмыс істеу керектігі туралы көрсетілген. Келесі батырма проект Scratch. Бұл жерде біздің жобамыздың аты жазылады. Келесі батырма код бөлімі. Бұл код бөлімінде бізде бірнеше блоктар береді. Әрбір блоктың ішінде өзіне тән операциялар болады. Осы блок арқылы біздің спрайтымызды іс-қимылға келтіре аламыз. Келесі батырма костюмы батырмасы. Бұл жерде біз спрайтымызды өңдей аламыз. Оны үлкейте аламыз, болмаса кішірейте аламыз. Өзімізге керекті өзгертулерді енгізе аламыз. Тіпті оның түсін де өзгерте аламыз. Келесі батырма звуки, яғни дыбыс батырмасы. Бұл жерде біздің спрайтымыздың дыбысы өңделеді. Әрбір жасалынған спрайт өзінде шаблон ретінде ұсынылған дыбыстармен жұмыс жасайды. Біз ол дыбысты өңдей аламыз, немесе өзіміз жаңа дыбыс қосуымызға болады. Жаңа дыбыс қосу үшін записать батырмасын басамыз. Записать батырмасын басқанда осындай терезе шығады. Осы жерден біз дыбысты жаза аламыз.
Бұл бізде жұмыс аймағы деп аталады, және бұл программа ортасының сахнасы деп аталады. Бұл біздің спрайт. Спрайттың біз көлемін өзгерте аламыз, болмаса қандай да бір орынға жылжыта аламыз. Әр жылжытқан сайын оның координаталық бағыттары өзгеріп отырады. Біз спрайтты өзіміз таңдай аламыз. Ол үшін выбрать спрайт батырмасын басуымыз керек. Бізге бірнеше категорияға жататын спрайттардың түрін шығарып береді. Кез келгенін таңдап алуға болады. Енді спрайт таңдалғаннан кейін біз фон таңдаймыз, яғни сахна. Фон батырмасын басамыз. Бізге бірнеше категорияға жататын сахнаны көрсетеді. Кез келгенін таңдаймыз. Сахна мен кейіпкерді бір-біріне үйлестіреміз. Біздің кейіпкер таңдалды және сахнамыз таңдалды. Осыған қарапайым анимация жасап үйренейік. Ең алдымен жасыл жалаушаны басқанда ойын басталады деп көрсетеміз және повторять всегда әрқашан қайталау нұсқасын көрсетеміз. Қозғалыс блогының ішіне кіріп, тінтуірдің нұсқағышына бұрыл деп көрсетеміз. Яғни ол тінтуірдің нұсқағышы қайда қараса, біздің спрайтымыз соған қарауы керек. Әрі қарай біздің кодымызға 10 қадам жүр деп қосайық, яғни тышқанның нұсқағышына бұрылғаннан кейін ол алдыға қарай 10 қадам жүретін болады. Біз екінші спрайтымызға команда береміз. Жасыл жалаушаны басқанда ойын басталады және повторять всегда әркез қайталау. Келесі қозғалыс блогына кіріп, повернуться дот, яғни бірінші спрайтқа қарай бұрыл деп көрсетеміз. Бірінші спрайтқа тінтуірдің нұсқағышына қарай бұрыл деп көрсеттік, ал екіншісіне бірінші спрайтқа бұрыл деп көрсетеміз. Және 10 қадам алдыға жүр деп көрсетеміз. Спрайтымыз бір-біріне кедергі келтірмес үшін әрқайсысын әртүрлі орынға қоямыз. Ол үшін алдымен олардың координаталарын көрсетеміз. Біз сахнада оларды орналастырып аламыз және жасыл жалауша жанғанда сол орынға қарай жылжиды. Ол бізде автоматты түрде координаталар көрініп тұрады. Енді екінші спрайтымызға біз шарт қосамыз. Егер екінші спрайт бірінші спрайтқа тисе, онда ойын тоқтайды деп көрсетуіміз керек. Спрайттарымыздың кодтарын жаздық. Бірінші спрайт тінтуірдің нұсқағышына қарай 10 қадам жүрсе, ал екінші спрайт бірінші спрайтқа қарай 10 қадам жүреді. Екінші спрайт бірінші спрайтқа тиген кезде ойын тоқтайды. Алған біліміміз бойынша сұрақтарға жауап берейік. Спрайт дыбысын қалай жазамыз? Тамаша. Звуки батырмасын басып, добавить звук батырмасын басамыз және керекті дыбысымызды жазып сақтай аламыз. Кейіпкердің костюмын өңдей аламыз ба? Тамаша. Кейіпкердің костюмын өз қалауымызша өзгерте аламыз. Пішімдерін болмаса түсін өзгертеміз. Тағы да өңдеулерге болады. Сахнаны қалай қосамыз? Тамаша. Сахнаны қосу үшін добавить фон батырмасын басамыз. Өз қалауымызша сахнаны таңдаймыз. Бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс жасаймыз. Үйге тапсырма оқулықтың 140 бетіндегі 5-ші тапсырма. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.